Сәлеметсіздер ме? Мен бөлім номер 1 жалпы орта білім беретін мектебінің 9 сынып оқушысы Сұлтанова Саида. Және бүгінгі менің жобамның бағыты Қазақстан жүз жаңа есімі, ал тақырыбымыз жасампаздар мен өлкенің тұлғалары мен батырлары. Жетекшісі директордың тәрбие жөніндегі орынбасары Динар Серікқалиевна. Тақырыптың маңыздылығы. Тарих тек ғылым үшін зерттелмейді, ол ең алдымен тарихтан тағылым сабағы үшін зерттеледі деген Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сөзін ұстана отырып, Бөрлі орта мектебін бітірген, Қазақстан экологиясы мен экономикасының дамуына үлес қосып жүрген ел ағасы Шухбутов Андар Мәулешұлының еңбегіне келер ұрпаққа жеткізу. Ел дегенде езіліп, жұрт дегенде жұмыла қызмет ет деген Бауыржан Момышұлының сөзін ұстана отырып, осындай ағаларымызға ұқсас деген ойда. Бүгінгі мен жобаның мақсаты Бөрлі ауылынан түлеп ұшқан есімі аудан, Қалайберді облыс, республика көлеміне еңбегімен танымал ел ілтипатына бөленген халқымыздың бір туар ұлдарының бірі Андар Мәулешұлын ардақтау, еңбектерін дәріптеу, ел ағасын жас ұрпаққа үлгі ету. Шухбутов Андар Мәулешұлы 1970 жылы 17 маусымда Ресей Федерациясы Орынбор облысы Новосибирск ауданында дүниеге келді. Андар Мәулешұлы балалық шағын Бөрлі ауылында өткізген. Бала кезінде кітап оқуға зерек болған екен. Бөрлі орта мектебі 1975 жылы үздік бітіріп, Алматы қаласындағы Қаныш Сәтпаев атындағы Қазақ политехникалық институтының автоматты басқару жүйесі мамандығын алып шықты. Еңбек жолын 1981 жылы ғылыми институттан бастады. Дәл осы оқу орнында 10 жыл ұстаздық қызмет атқарған екен. Көріп тұрғанымыздай, бұл суретте Андар Мәулешұлының кішкентай кездегі фотосуреті, ал бұл пионер кезіндегі фотосуреті. Бұл ересек кезіндегі фотосуреті, ал бұл 1978 жылы Ленинград қаласында түсірілген фотосурет. Бұл жерде біз Андар Мәулешұлының бәйтерек, яғни отбасын көре аламыз. Ал бұл суретте Андар Мәулешұлы зайыбымен және де ата-анасымен берілген фотосуреті. Бұл суреттерде мектеп кезіндегі мақтамалар мен марапаттары берілген. Сонымен қатар, бұл суретте көріп тұрғанымыздай Бөрлі ауылындағы Андар Мәулешұлының үйі, яғни Орал көшесі 52-ші үйде тұрған екен. Осы деректердің барлығын біз Бөрлі архиві мен Бөрлі кітапханасынан алған болатынбыз. Бұл суретте Андар Мәулешұлының журналистермен кездесу кезіндегі фотосуреті. Еңбек жолдары туралы айтатын болсақ, 1991 жылы ғылыми зерттеу институтында социальная ориентация развития городского хозяйства тақырыбында кандидаттық диссертациясы жоғары деңгейде қорғап шыққан. Ал 1994-1997 жылдары республикамыздың экономикалық сұрақтары бойынша вице-президенті орынбасары, мемлекеттік басқару комитеті төрағасының бірінші орынбасары болған екен. Сонымен қатар, 1997-1999 жылдары Қазақстан Республикасының индустриясы экономикасының вице-министрі. Ал 1997 жылдың мамыр айынан 2000 жылдың желтоқсан айына дейін Қазақстан Республикасы премьер-министрінің кеңсесінде бөлім басқармасы болып жұмыс істеген екен. Ал 2010 жылы Қазақстан Республикасының қаржы вице-министрі. Сол еңбек жолдарының нәтижесін айта кетсек, 2007 жылы Батыс Қазақстан аймағын басқаратын Батыс әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы құрылымы қызметіне үкімет Андар Мәулешұлына сенім тапсырды. Корпорация аймақтар мен әлеуметтік мәселелерді белсене шешеді. Сонымен қатар әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының кірісі мынандай жұмыстарға бөлінеді екен. Соның ішінде спорттық объектілер, емханалар, балабақшалар, кітапханалар, мектептердің құрылысына жұмсалады. Ал бұл жерде көріп тұрғанымыздай Андар Мәулешұлының алған құрмет ордені мен парасат ордені. Бұл жерде Қазақстан Республикасының прокуроры Түсіпбеков пен Әзербайжан Республикасының президенті Ильхам Алиевпен кездесу кезіндегі фотосурет, Қазақстан Республикасының парламент сенаторларының Әзербайжан Республикасы президентінің Ильхам Алиевпен дипломатиялық кездесу кезіндегі фотосурет. Бұл жерде 2007 жылы 25 қазанда Әзербайжан елінің президенті Ильхам Алиевпен Қазақстан дипломатиялық кездесу суреттері. Тағы естелік суреттер. Енді осы жобамды қорытындылай келсе, осы жұмысын қорытындылай келе Бөрлі ауылының тарихи көңіліндегі нұрды, санамдағы сырды өзімнің қатарластарыма жеткізу менің оқушылық парызым деп есептеймін. Байтақ даланың байлығы, бабамыздың мұрасы, жұртымыздың, ұлтымыздың игілігіне көшкеніне, Қазақстан Республикасының экономикасын
және бүгінгі таңдағы үлкен мәселелердің бірі Татарстан шығуға үлес қосып жүрген ел ағаларым барына қуанамын. Андыр Мәуешұлы ұлттың мұнымен мұнай, қуанышына қуанып, отынан күйіп, суығына тоңатын, ғылымды кәсіптік білімнің кәсіпқойына айналған адам. Пайдаланған әдебиеттер тізімін айта кететін болсақ, Бөрілер жаршысы Егемен Қазақстан газеттері, Батыс Қазақстан облысы өңірінен шыққан тұлғалар кітабы және де Бөрлі ауылдық кітапханасы, Бөрлі жалпы білім беретін архиві. Назарларыңызға үлкен рахмет.